көз көрген. Ұлттық арна эфирінде тіл сайысы сөз мерген. Барша көрермендерімізді күні кеше ғана аталып өткен тәуелсіздік күні мерекесімен тағы да бір рет шын жүректен құттықтаймыз. Өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілген осы тәуелсіздік мәңгілік болсын ағайын. Сөз мергеннің бүгінгі ойыншылары бұған дейінгі бағдарламаларымызға қатысып, жарыста озып жүлде алған, тілге жүйрік сөзге шешен екендіктерін танытып үлгерген бір кездердегі сөз мергендеріміз. Ойыншыларымызды таныстырмас бұрын экранға назар аударуды ұсынамын. Ұлттық арна эфирінде тіл сайысы сөз мерген. Құралайды көзге атқан мергендей боп, алтын жамбыға дөп тигізген. Бүгінде сөз мерген атанған білімді де білікті жастарымыздың алғашқы аяқ алысы қандай еді? Нұржан Байдуллаұлы. Тілеуін тіледі дейді. Бұл жолға шыққан кезде, мәселен біз студенттер қалада оқуда жүрсек, үйдегі ата-анамыз, туыс бауырларымыз біздің тілеуімізді тілеп отырады. Жағдайын сұрады, тілеуін тіледі. Әмірбек Нұрсұлтан Оразгелдіұлы. Асқақ арманым заңғарлы көркем жазушы болу. Сайран Қыдырмолдаев. Бауыржаншыларға, яғни әркім өзінің алға қойған мақсатынан таймай, болашақтағы қалаған оқуына түсіп, яғни ағай офицер атағын жалғастырып, бауыржандай батыр болсын дегім келеді. Бәрекелді. Мықтының мықтысын, жүйріктің жүйрігін, ойлының ойлысын анықтайтын сәт жетті. Тәуелсіз еліміздің туған тілінің мәртебесін асқақтатар. Сөз мергендерімізге сәт сапар. Ендеше 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар ойыншыларымызға тағы да бір рет қошемет көрсетейік. Нұрсұлтан Әмірбек, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті филология факультетінің 3-ші курс студенті. Сайран Қыдырмолдаев, Бауыржан Момышұлы атындағы Алматы Республикалық әскери мектеп-интернатының 2-ші курс тәрбиеленушісі. Нұржан Байдуллаұлы, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті Тау-Кен факультетінің 2-ші курс студенті. Қош келдіңіздер, жігіттер, тәуелсіздік күні мерекесі құтты болсын. Бағдарлама жеңімпаздарына сыйлық ұсынушы Заңғар Тау Плюс шығармашылық бірлестігі директоры Айдар Қырықбаев. Ойынның алғашқы кезеңі мықты болсаң тауып көр деп аталады. Әрине, сіздер бұған дейінгі бағдарламаларды қалт жібермей тамашалап келесіздер. Өздеріңіз бұған дейін ойынымызға қатысып, сөз мерген атанып та үлгердіңіздер. Сондықтан сіздерге ойын шартын түсіндіріп жатудың өзі артық болар. Бірден ойынымызды бастайық. Мықты болсаң тауып көр кезеңінде тұрақты сөз тіркестеріне қаншалықты мықты екенімізді анықтайық. Бірінші тапсырма. Діңке, сілікпе, емеурін ынта және құрыды деген сөздер берілген. Нұрсұлтан? Шаршаған адамдайды ғой, әлі құрыды. Дұрыс айтасыз, Нұрсұлтан, бәрекелді. Екінші тапсырмамыз шыдам, намыс, ар, ұят деген зат есімдерімен қолдан бермеді деген тіркес арқылы тұрақты сөз тіркесін құрау. Нұржан? Намысты қолдан бермеді дейді. Яғни намыс деген бұл әр адамның, әр қазақтың жүрегінде тұратын дүние ғой. Сол намыста ер жігіттің намысы болады. Сол намысты қолдан бермеу, қашанда абырой биігінен көріну, осы намысты қолдан бермеу. Бәрекелді. Ойынымыздың 3-ші тапсырмасы мынандай. Көз, бауыр, жүрек, өкпе деген зат есімдермен түгі бар деген тіркес берілген. Нұрсұлтан? Жүрегінің түгі бар дейді. Яғни тайсалмай, қорықпай шығатын адамдар, яғни батыр адамдар айтады. Тапсырмамыз мынандай. Босаға, төр, түп, үлкен деген зат есімдермен қазық деген жалғас сөз берілді. Нұржан? Түп қазық деген бұл соған бір байланғандай мағынаны білдіреді. Яғни соны алыстап кете алмайтын, өзіміз шегінен ғана барып, сол қазыққа бір нәрсенің тірегі, негізі, яғни. Жақсы. Ал келесі тапсырмамыз алшы, тапшы, ет, жұмыртқа деген сөздермен қуырды деген етістік арқылы тұрақты сөз тіркесін құрау. Нұржан? Апшысын қуырды дейді. Яғни сыбағасын берді, бірдеңен дұрыс емесі, соны жөнге салды деген мәні. Жақсы. Келесі сауалымыз
күлер, ұрынар, сүрінер, жүгінер деген 4 етістікпен қара таппады деген тіркес берілген екен. Нұржан? Ұрынарға қара таппады дейді. Яғни бәле іздеді, бір күйесін жағуға бірдеңе сүйкеніп тұрды бірдеңе дейді. Дұрыс айтасыз. 7-ші тапсырмаға келіп жеттік. Арқа, омыртқа, қабырға, төс деген зат есімдермен кеңесу деген тұйық етістік беріліпті. Нұрсұлтан? қазақта қабырғаммен кеңестім деген сөз бар. Яғни дін жағынан алып қарасақ, бұл Аллах тағала адамды, әйел адамды, ер адамның қабырғасын жаратқан ғой. Иә. Мағынасы осында, яғни әйелмен, өзінің жарымен ақылдасу жөнінде айтылады. Келесі тапсырмамыз ақ, қызыл, сары, қара деген түстер және жарылды деген етістік арқылы тұрақты сөз тіркесін құрау. Сайран? Ағынан жарыл дейді, өзінің ойындағы бәрін айтты, өзінің ішкі сырын айтты деген мағынада қолданылады. Бәрекелді. Сайран, сіздің өміріңізде қандай өзгерістер орын алды? Бұл ойынға қатысқаннан кейін балалар енді қазақ тілінен, осындай қазақ әдебиеттерінен ескі сөздер болса маған кеп көмек сұрайды. Мен оған әрдайым көмектесуге дайынмын. Және де өздерінің бір қойған аттары да бар. Қандай? Мерген дейді. Бәрі сол. Бәрекелді, қандай әдемі ат. 9-шы тапсырмамызға кезек берейік. Пальто, көйлек, тақия, бөрік деген киім кешек атауларымен аспанға лақтырды деген тіркес берілген. Нұрсұлтан? Қазақта яғни бөрігін аспанға лақтырды деп айтылады. Қатты қуанудың белгісі, иә? Ендеше сіздің де бөркіңізді аспанға лақтыра беруіңізге болады. Өйткені сіз келесі кезеңге жолдама алдыңыз. Сонымен қатар Нұрсұлтан мен ұпай саны тең түскен. Нұржанды да біз келесі кезеңге шығарып саламыз. Алдыңғы ойындарымыздың сөз мергені, ал құрбы құрдастарының өз мергені Сайранды біз құрметпен ортаға шақырамыз. Қабылыңыз, ұлттық арнаның атынан сый сияпатымыз және Алматы облысында орналасқан тамаша шипажайда демалуға жолдама. Рахмет. Өзім негізінен Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылы деген жерден болдым. Сол жердегі өзімнің жолдастарыма, ауылдастарыма және Абай атындағы орта мектептегі мұғалімдер ұжымына сәлемімді айтам. Және де қазіргі мен Алматы қаласындағы Бауыржан әскери мектебінде оқып жатырмын. Сол жердегі тәрбиеленушілерге және мектеп мұғалімдеріне, офицер мырзаларға өз сәлемін жолдаймын. Әрбір адам осы сөз мерген ойына келіп, өзінің сөз мергеннің қоржынына бір сөз тастап кетеді. Сол сияқты мен өзімнің бір ескі ата-бабамыздың, қазақтардың әскерлерінде қолданған бір сөз тастап кетпекшімін. Ол сөз ертәуіл деп аталады. Ертәуіл бұл ата-бабаларымызда бұрын барлаушы, ізгесуші деген мағынаны берген. Бұл осы сөзді сөз мергеннің қоржынына қабылдаңыздар. Ал сөз мергеннің екінші кезеңіне жолдама алған ойыншыларымыз Нұрсұлтан Әмірбек, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті. Нұржан Байдуллаұлы, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің студенті. Ойынның екінші кезеңі жүйрік болсаң шауып көр деп аталады. Бұл кезеңде сіздерге жақсы мәлім, мақал мәтелге қаншалықты жүйрік екендігімізді байқатамыз. Тапсырма саны 7, олардың алғашқысы ымырт, іңір, таңертеңгі, түстік деген тәулік мезгілдері атауы мен кештік деген тағы бір мезгіл атауы арқылы мақал мәтел құрау. Нұржан? Түстік өмір болса кештік білім жиып, яғни ұрпаққа, ертеңіміздің соңымыздан келе жатқан жастарға өнеге үлгі болатындай, соларға түзу жол көрсететіндей білім қалдырсақ, біздің сол түстік өміріміздің босқа кетпегені ғой деп ойлаймын. Бәрекелді. Келесі тапсырмамыз ұя, ін, кепе, кетек деген зат есімдер және көртышқан деген аң атауы берілген. Көртышқан інде патша, жігіт елінде патша болар. Тамаша. Бұл Нұржанның ұсынған нұсқасы, ал біз ұсынған нұсқа
өзүнүндө көр тышкан да батыр деген мәтел болатын. Келесі сауалымыз емеурін, құлқын, ниет, дәме, халық деген сөздер арқылы мақал мәтел құрастыру. Нұрсұлтанның жауабы дұрыс болмады. Кезек сізде, Нұржан. Иә? Құлқынның құлы болмас, халықтың ұлы бол дейтін шығар. Яғни тек қана өзінің мүддесін, өзінің қалауын ғана ойлап қоймай, сол қолындағы барымен өзгелерге де бөлісіп, өзіне көбірек алмай, тиісінше өзгелерге көбірек беруді айтады. Дұрыс айтасыз. Келесі мақал мәтелімізді мынандай сын есімдер арқылы құраймыз. Жарық, суық, құрғақ, көлеңке, қараң. Нұрсұлтан? Жарық пен қараң деп алып отырмын. Яғни мұнда Антоним сөздер бір-біріне. жақсының күні жарық, жаманның күні қараң деген мүмкін. Солай деуге де болады. Ал оқу білімге арналған мақал ретінде айтсақ, білімдінің күні жарық, білімсіздің күні қараң. Келесі тапсырмамыз шатыр, өріс, үй, қора деген зат есімдер және төсек деген жалғас сөз арқылы мақал құрау. Нұрсұлтан? Өз үйім өлең төсегім дейді ғой. Яғни өз үйіңде не істесең де, яғни қалай жатсаң да өз еркіңде. Яғни былайша айтқанда бұл туған жерге де қатысты. Иә. Яғни алыс жырақта жүрсең де, қанша дегенмен жүрегің туған жеріңе жаңағы тартып тұрады. Иә. Әлемді қанша шарласаң да, өзің туған жеріңнен артық ел таппайсың. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас дейтін себебіміз содан ғой. Екі ойыншымыз үзеңгі қағыстырып қатар келе жатыр. Ойынымыз тартысты, қызу, қызықты өтуде. Осы сәтте біздің ойыншымыз Нұржан Байдуллаұлы 70 ұпай жинап үлгерді. Нұрсұлтан Әмірбектің қанжығасында 60 ұпай. Ал кезеңнің аяқталуына 2 тапсырма қалды. Әлі де белгісіздеу кімнің жолдама алатыны 3-ші кезеңге. Сондықтан мұқият болып, назарымызды 2 есе ұштай түсуді ұсынамын. Келесі тапсырмамыз жау, дұшпан, солдат, қарақшы деген зат есімдермен жақсы деген сын есім арқылы мақал құрау. Үйреніп қалған жау атыспаққа жақсы дейді ғой. Иә. Яғни өзің білетін дүние ол әрқашанда өзіңе таныс. Мысалға мынау осы сөз мөрген бағдарламасын алуға болады. Иә. Үйреніп қалған жау атыспаққа жақсы деп. Бұл сөз мөрген бағдарламасында яғни төселіп үйреніп қалдық. Қарсыластарда яғни оймаған жерде барлығы болады. Сондықтан да осы жерде айтуға болады. Мысал ретінде келтіруге болады, иә? Өте жақсы. Нұрсұлтан біздің тұрақты ойыншымыз ғана емес, ол біздің тұрақты көрерменіміз. Нұрсұлтанға алғыс білдіргім келеді, оның табандылығы үшін, төзімділігі үшін, ана тіліне деген ынта-ықыласының соншалықты ыстық болғандығы үшін. Өйткені Нұрсұлтан біздің әр бағдарламамызды қалт жібермей осы студияға келіп тамашалайды. Бірде-бір рет Нұрсұлтанның келмей қалған сәті менің есімде жоқ. Қаншама ойын болып жатады, ойындарда қаншама сөздер жасырылып жатады. Соның барлығын Нұрсұлтан өз бойына сіңіріп алып отыруға тырысады. Әрине, Нұрсұлтан Алматыда білім алып жатыр, сондықтан да оның мүмкіндігі бар сөз мергенді келіп осы студияда көруге. Ал көрермендеріміздің барлығы бірде ондай мүмкіндікке ие емес, дегенмен көгілдір экран деген құдірет бар ғой. Содан тамашалау арқылы Нұрсұлтан тәрізді сіздер де өз білімдеріңізді ұштай аласыздар. Кезеңді қорытындылайтын ең соңғы 7-ші тапсырмаға кезек береміз. Жұрт, мемлекет, қоғам, жер және ту деген зат есімдер арқылы мақал мәтел құру. Туған жерге туың тік деген сөз бар. Яғни біз әрбір азамат, яғни қазақ азаматы, бұл әрқашанда қазақ жерін, қазақ елін былайша айтқанда әлемдік деңгейге көтере білуіміз керек. Туған жерге туымызды тіге білуіміз керек. Біздің көк аспанмен астасқан көк туымыз әрқашанда биіктей келбере берсін ағайын. Бәрекелді. Бәйгеге түсіп қатар шапқан және де мәреге қатар шауып жеткен қос тұлпар тәрізді біздің Нұржан мен Нұрсұлтанның ұпай сандары
тең болып келді. Ең соңғы шешуші сауал ғана үшінші кезеңге жолдама алатын ойыншымызды анықтады. Нұрсұлтаннан бар жоғы 10 ұпай ғана ұпай саны кем түскен Нұржан үлкен ықыласқа лайық қой көрермендер. Нұржанды құрметпен шақырайық ортаға. Қабыл алыңыз, ұлттық арнаның атынан сый-сияпатымыз. Әрине, өмір болғаннан кейін ол бір жеңіліс, бір жеңістен құралады. Сағыңыз сынбасын. Сіз тамаша өнер білім көрсеттіңіз бүгінгі ойынымызда. Бағдарлама жеңімпаздарына сыйлық ұсынушы Заңғартау плюс шығармашылық бірлестігі сізге шипажайда демалуға жолдама ұсынады. Қазақта айтады ғой, ешкі сойса да қасап сойсын деп. Иә. Сондықтан осы көне сөздердің құпиясын ашуға бір жағынан ойлаймыз, Тілмәман Нұрсұлтанның барғанда дұрыс болды ау деп. Және де екіншіден осы тәуелсіздік күні болғандықтан барша ертістен еділге дейінгі, теріскейден түстікке дейінгі аралықты мекендеген, ен жайлаған барша қазақстандықтарды осы тәуелсіздік күні мерекесімен құттықтаймын. Сөз мергеннің қорамсағына айтылген көнерген сөзім ол Алапа деп аталады. Алапа деген атақ, даңқ, мерей деген мағына білдіреді. Алқалы әлеумет сөз мергенімізге құрмет қошемет көрсетейік. Сөз мерген атануға үміткерімізге дәлірек айтқанда. Нұрсұлтан Әмірбек, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті филология факультетінің студенті. Ойынның үшінші кезеңі ойлы болсаң озып көр деп аталады. Нұрсұлтан, үш көне сөздің мағынасын ашып, көрерменге оны паш етуге тырысамыз. Мұқият болыңыз, алғашқы тапсырмамыз. Абзал сөзінің көне мағынасын білесіз бе? Абзал ат әбзелі ме, балықшы құралы ма, кәсіп атауы ма, әлде табиғи құбылыс па? Әрине қазіргі кезде абзал дегеніміз дұрыс, жөн деген мағынада тілдік қолданыста жүрген сөз. Дегенмен бұл белгілі бір заттың көне атау екен. Абзал соңғы кезде өзгерістерге ұшыраған болуы мүмкін. Бірінші жауапты таңдадыңыз, Нұрсұлтан. Ат әбзелі деген. Бұлай таңдаудың себебі бүгін енді тәуелсіздік күні мерекесіне орай соған байланысты осы сұрақтарды бір-бірімен жаңа жауабын ұштастырып отырмын. Яғни ат әбзелі, яғни абзал деген бұл аттың, яғни аттың атқа қатысты жаңағы керек жарақтарды ойлаймын. Ат әбзелдерінің бір түрі деп ойлайсыз, бір түрі. Ер тұрман тәрізді. Расында да қазақ халқы өз тәуелсіздігі үшін әрқашанда күресе білген. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен осынау кең деп айтақ қазақ даласын ата-бабаларымыз аттың жалы түйенің қолында жүріп қорғаған. Ат бұл ер серігі дейміз. Ат әбзелі деген жауабыңыз оң. Абзал күмістен жасалған ер тұрман. Ер тұрмандағы бұлғарыдан жасалған айылдарға қадалған күміс түймелерге әдетте зооморфтық ою өрнектер түсіріледі. Яғни жан-жануарлардың бейнесі түсіріледі. Жақсы, келесі сауалымыз. Бұл аспап па, әшекей бұйым ба, жаза ма, әлде қару ма? Жаза деген үшінші жауап таңдадыңыз. Жауабыңыз? Енді мағау деген бұл жерде енді жазаның бұл да енді бір түр болып табылып тұр ғой. Яғни мағау деген сол жазаға кесер кездегі айыпталушы жақтың мүмкін қарама-қарсы адам шығар мүмкін. Жаза түрі, яғни сіздің ойыңызша. Сол кездегі адамның қолданған жаза. Мағау бұл жаза түрі опасыздарға, сатқындарға қолданылатын жаза түрі.
Жазаға ұшыраған адамның аяқ қолын байлап керекеге таңған, ал соғыс кезінде найза астына керген. Яғни опасыздықтың ең үлкен түрі бұл отанын сату ғой. Бірақ ондай опасыздықтың да тарихына біз отырардың күйреуі арқылы куә болдық. Отырардың күйреуі деп айтып қалдыңыз ғой. Мен Қазақстандағы осы ішіндегі ыстық мекенім, яғни туған жерім, ол Оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауданы. Осы сәтті пайдалана отырып, Отырар ауданына, Отырар халқына, жалпы Қазақстан халқына жалынды сәлем жолдаймын. Бәрекелді. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Рахмет. Ең соңғы көне сөзіміз тархан деген сөз. Тархан өсімдік пе, әдіс пе, өнер ме, әлде атақ па? Айтып алып жиғанша Нұрсұлтан жауапты тауып үлгерді. Тархан дегеніміз бұл атаққа әбден қатысы бар. Өйткені мынау мектеп кездерде де оқыдық. Сол Қазақстан тарихында осы тархан, яғни бұл дәреже атақ, яғни ел билейтін басшы сол кісілер айтатын негізі. Және батырларға берілетін атақ, иә? 9 рет ерлік жасаған адамға берілетін әскери атақ тархан деп аталған екен көнеде. Бәрекелді Нұрсұлтан. Сіз тағы да сөз мерген атандыңыз. Атыңызға затыңыз лайық екенін дәлелдедіңіз. Құрметпен ортаға келіңіз. Қабылыңыз. Ұлттық арнаның атынан естелік сый-сияпатымыз және бағдарлама жеңімпаздарына сыйлық ұсынушы Заңғартау плюс шығармашылық бірлестігі қоғамдық қоры сізге Алматы облысында орналасқан таңғажайып шипажайларының бірінде 12 күн демалуға жолдама ұсынады. Ал мына диплом, қателеспесем, сіздің екінші дипломыңыз болады ғой. Мен үшін таныс нәрсе болып қалды. Қазақстан ұлттық телеарнасының сөз мерген бағдарламасына қатысып, оның мерекелік түсірілімінде тілге жүйрік сөзге шешен екендігін танытқан, қазақ тілінің қадір-қасиетін бағалай білген Нұрсұлтан Әмірбекке екінші рет сөз мергені деген атақ беріледі. Осындай 9 диплом жинасаңыз, сізге Нұрсұлтан Әмірбек Тархан деген атақ береміз. Рахмет ағайын. Жалпы осы сөз мергеннің алтын қоржынына ақсаңлақ деген сөзді алып келдім. Ол ақсаңлақ деген жарыста, бәйгеде үнемі бірінші келетін атты ақсаңлақ деп атайды. Осы сөз мерген бағдарламасына жан анамдай қадірлі менің туған байдағым, туған жерің қай жердесі Отырар деп айтамын деген секілді, өзімнің туған жерімнен Нұргелді Теңелбаевты шақырып отырмын. Ол қазір ортаға шығып ән айтады.